Assalomu alaykum. Mercedes Sprinter 2.5 dizel plita motor. Bu da elektronный педаль. Пол электронный, да? И электронный аппарат тұр. Тяга вообще слабый, мен өзім айдап көрдім, тяга вообще слабый. И расход, сәл расход вообще көбейген. Что-то зажигание дұрыс қойылмаған, мына коллектор қызарып кеткен, что-то бар ғой. Бензин мотор сияқты қызарып кеткен. Бұны мен енді аппаратын шығарып тастап, механикалық аппарат саламыз. Просто аппаратқа саламыз. Механикалық мен жүргіземіз ғой бұны. И турбинаның актуаторына, клапанын ауыстырамыз. Бұл наоборот жұмыс істейді, оны ар жақ қарап жұмыс істейтінін саламыз басқасын. Мынау майларын бәрін тазалаймыз. Енді мына май чересчур бір жерінен жіберіп жатыр, мынаны жамаған жерлер жіберіп жатыр, соған қарағанда. Қазір провод алдырып көрсетейін. Бакта насосы бар екен. Енді бұл 2017 жылғы спринтер ғой. Бұл родной 646. Что алуда қиын. Çok kısım var sel. Displeye basılmasa otomat. Oldu endi bunu şaşamız ғой қазір. Бірінші мына коллекторын шешіп алу керек болып тұр, кейін крышканы шешеміз, передний крышка. Бірінші мына майларын тазалап алу керек болып тұр. Коллекторы мен крышканы шешіп тастадым, меткалары әдемі, меткалары жақсы келіп тұр. Бұл машина тарту керек еді, білмеймін, не есеміне тартпаған что-то. Отомен и распредвал меткасы жақсы келіп тұр. И 15 градус алдына қарап бұрадым. Аппараттағы несі бар, тілі бар өзі, меткасы. Ол да 15 градусқа әдемі келіп тұр. Негізі тарту керек еді, білмеймін, не есеміне тартпаған бұның. Енді бұны по-любому механикалық істейміз ғой, аппарат шешем қазір. Механикалық саламыз. 15 градусқа саламыз онда. И турбинаның мына клапанын ауыстырамыз. Клапан дайын оған. Так, бұл крышка 5 цилиндр форсунка толып қалған екен. Крышкаларын бәрін тазалап саламыз. Мына Hyundai Starex-тікі, бұның пружинасы қатты. Пружинасы қатты и жақсы бұл. Давление жақсы береді. Где-то 1-2 барды берсе жетеді оған. Мынаны орнына қоямыз. Турбина жаман емес, турбинасы жақсы. Аппарат шешіп алайық. Аппаратын шығарып алдым. Мына аппарат.
форсункалары міне. Осыны апарып тексертем қазір. Мына аппарат жинатып әкелдім. Уже 15 градусқа, коленвалды 15 градус. Именно, короче, аппарат салып қойдым да. Именно тұрсын. Осылай істеп қойдым. Так, турбинаның клапанын да ауыстырдым уже міне. Клапан шлангасымен штуцер сверлетіп шланганы жалғап қойдым да. Где-то бірде бір бар ма, сондай бірде екі ма, сондай барға қойдым. И мына обратка форсунканы сразу ауыстырамыз, бұны ауыстырмасақ болмайды. Мына специально өзі жақсы шланга мына форсунка. Именно мына 605-терде проблема. 605, 606 жақсы шланга форсункаға арналған. Бір тыққан екен, но нормальный кірген екен, шықпайды құдай қалса. Осы бәрін салып алдым да, мына крышкаларын шығарып. Шығады өз сальникке де отырады. Сыртынан тықса да болады, но жақсы шланга кіріп кете берді, гелеве қатпайды, жақсы шланга. Қазір крышкасын саламыз. Мына коллекторды әкелуім керек қазір. Оның коллектор жан жағып жіберген екен. Ауа шығып кете берген. Содан да күш болмаған. Оны пайдет береді пластмассчиктер. Ол да дайын болып қалды, қазір барып әкелуім керек. Спринтеріміз дайын болды. Пластмасс коллектор жақсылап жамап берді. Көп жерінен шығарып отыр екен, воздух шығып кетіп отыр екен. А так полностью дайын болды. Бір от алдырып тексеріп алдық уже. Пока сәл ерген воздухтарын шығарып алғанша да. Әбеден крышкасы бар екен өзінің. Просто май басып қалған екен да. Қазір сыртын шығарып бір айдап тексеріп көреміз. Қазір бір от алдырайық. Қазір жолға шықтық. Қазір айдап тексеріп жатырық. Негізі екі обороттан өтіп, барып турбина қосылады да оларда. Мына біздің үй жақта жолда самолет қонатындай жол істеп қойды ғой негізі. Әдем жол болды. 4-ші скорость 90. Мына жерде камера бар. А так жаман емес, тягасы уже нормальный болып қалған. Мына жерде камера бар. Бұл ауыр машина ғой, қанша дегенмен двухсгат 20 орындық. Так нормальный болады. Гонг ойнамайды ғой, адам тасиды ғой. 120-130-ға шығып отырса да жақсы. Қазір подъем. Оны осында подъемда обгондарда жақсы шығып отырса болды ғой. Сәлер газдау екен. Ол нормально ғой.